сәлеметсіздер. Бүгінгі біздің қазір Гүлмұқан апайымыз, қош келдіңіз. Жалпы бала тәрбиесі қазір қай заманда да қоғам үшін өзектілігін жоғалтпаған сұрақ. Педагогикада идеал тәрбие, баланың тәрбиесі әлі де ақсаңдап тұр. Сол себепті сізге ата-ана ретінде идеал тәрбие беру балаға деген қандай өзіңіздің ұсынысыңыз бар, қандай тәжірибеңіз бар, сол жайлы сізден бүгін білмекпін. Енді сізге алғашқы сұрағым, үйде бала тәрбиесімен кім айналысады? Тәрбие тал бесіктен дейді. Мысалы, үйде баланың тәрбиесімен ата да, әкесі де, анасы да екеуі де тәрбиелеу керек. Әкенің тәрбиесі бөлек те, шешендікі бөлек. Шындап келсе. Ең баланың тәрбиесі основной үйде болу керек. Мына жерге мектепке келгенде ол мұғалімнің өзінің жоспары бойынша, өзінің тәрбие планы бойынша, сол бойынша өтеді. Бірақ та ата-ана мұқият өз баласын өзі биіктен көргісі келсе, күнделікті тәрбиені ең алғашқы қолына мысалы қасық ұстағанда да, нан ұстағанда да қай қолымен ұстайды, қалай ішеді, қалай отырады, стол басында қалай отырады. Осындай тәрбиенің бәрін үйрету керек. Содан басталады тәрбие, тал бесіктен деп сол үшін. Дұрыс айтасыз, баланың ең алғашқы ұстазы жаңа тәрбиеден ол өзінің ата-анасы дейді. Енді сізге қай жасыңызда неке құрдыңыз? Мен өзім 29 жасымда неке құрдым. Содан бері қарай елімде жұртымда Алланы білетін, мен жалғыз ұлым болды, бірақ мен баламды өзіммен бірдей қылып жетелеп, өзіммен бірдей қылып тәрбиеледім. Мен көбінесе, өйткені мен мектептің қабырғасында жүргеннен кейін әрине менің балама қарап басқаның баласы тәрбиелей алды. Сондықтан баламды қатты қыстым деп те айтпаймын, қатты тәрбиеледім деп те айтпаймын. Тура сен мұғалімнің баласысың деп те айтқан жоқ. Сен өнегелі үйдің баласысың, сондықтан сен тәрбиелі болуың керек, саған қарап басқалар ой түзейді деген сияқты маған. Дұрыс айтасыз, енді бұл жерде қарап тұрсаңыз, үйде ұл баланың тәрбиесі қиын ба, әлде қыз баланың тәрбиесі қиын ба, қалай ойлайсыз? Оны ұл бала, қыз бала деп бөлуге болмайды. Бала болғаннан кейін екеуі де бірдей. Бірақ та ұл бала анаға жақын болады, қыз бала әкеге жақын болады. Сонда да әкенің қыз екен демей, қыз балаға тәрбиені көбінесе шешесі қарап отыру керек. Оның әрине қандай тәрбие беру керек екені ол бесенеден белгілі, қыз баланыкі өте күрделі ұл балаға қарағанда. Бірақ та сол кіші жас кезінен жүріс тұрысына, сөйлеу мәнеріне, адаммен қарым-қатынасына, барлығына қарап отыру керек. Дұрыс айтасыз. Тәрбие өте бір ауқымды сұрақ. Енді сіз өзіңіз қанша жасыңызда ең алғаш ана атандыңыз? Мен ең алғаш ана атанғаным 36 жасында ана атандым. Ол уақытта шейін мен жұмыс бастығы көп жүргенде баланы ойлағам да жоқ. Кейіннен 36 жасында осы Лауы тұңғышым мақсатымды тұтылды. Құдайға тәубә. Қазір сол мақсатымның үш немере сүйіп отырмын. Жақсы балалар. Бірақ та сол балаларым үйге келгенде әлі сол мектеп қабырғасында жүрген әдет қалмайды. Әлі тәрбиелеймін мен оларды. Кішкентайынан бастап олай айтпа, былай жүр, былай тұр, сіз деп сөйле, бір-біріңе мейірімді болыңдар, бір-біріңді жақсы көріп тұрыңдар. Мынау туысың деп сондай тәрбиелерді беріп отыр. Құдайға тәубә. Баланы жақсы тәрбиелегің келсе, бірінші өзіңнен баста дейді, өзіңді тәрбиеле деген сөз бар екен. Сол себепті бірінші өзіміз тәрбиелеп, бала өзінің естігенін емес, көргенін жасайды. Сол себептен осы ата-ананың рөлі ерекше деп ойлаймын. Себебі ата-ананың көргенін істейді, жаңағы әр ісіне ата-ана өзінің баласын жақсы тәрбиелегісі келсе, жақсы өз-өзін ұстау керек деп ойлаймын. Енді сізге бір қорытындылай келсек, идеал тәрбие беру қалай деп ойлайсыз балаға? Идеал тәрбие дегеніміз мысалы қазіргі заманның талабына қарай балаларды қазір байқамасы
өте мұқият болу керек балаларға. Қазіргі балаларда біздің кезімізде бұндай болған жоқ. Қазіргі балаларды ауытқу заманы көп бұларда. Сондықтан балаларды көзден таса қылмай мұқият қадағалап отыру керек. Дұрыс айтасыз. Немен шұғылданып жатыр, не оқып жатыр, не жазып жатыр, ұстап жүргеніне қандай киім киді, қандай тамақ ішті. Соның бәріне зейін салып қарап отыру керек. Жақсы, рахмет. Келгеніңізге көптен рахмет. Сау болыңыз.